Пайғамбарымыздың туған шаңырағына қайта оралуы. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 4 жасқа толады. Дене бітімі көрген жанның назарын аударарлықтай, көркі көз жауын аларлықтай. Күн сайын көз суын қадаушылар көбейеді. Айналасына сәуле шашқан отты жанарды байқамау мүмкін емес. Мұны сезген Халима мен Харис сүт балаларын көрінгеннен қызғыштай қорып әлек. Кеудесін жарған күннен соң оны тіпті көздерінен таса етпей басқан ізін аңдиды. Аманатқа көздерінің қарашығындай қарау керектігін ынты-шынтымен сезінген ерлі-зайыптылар өзара кеңесіп, аман тұрғанда баланы туған анасына жеткізуді ойлайды. Қанша қимаса да түбінде туысқандарымен қауыштыру керек екенін білетін Халима амалсыздан Меккеге жолға шығады. Іші қан жылап тұрып, Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өз анасына әкеп тапсырады. Бірақ өмір бойы оны ұмытқан емес. Әзірет Мұхаммед те саллаллаху алейхи уассалам 4 жыл бауырына басқан сүтін туған баласымен бірге телемізген анасы Халиманы бір сәтте есінен шығармады. Әрдайым оны ерекше құрметпен сыйлап, анашым дейтін, мұқтаждығы болса өтеп, қолынан келгенше жәрдем беретін. Арадан ұзақ жылдар өтіп, Халима қартайған шақта бүкіл әулетімен тағы да бір қуаңшылықтың азабын шегеді. Бар амалы таусылған Халима Әзірет Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам көмек сұрайды. Бұл жолы сүт баласының зайыбы Әзірет Хадишадан жақсылық көреді. 40 қойды алдына салып, түйе мініп қайтқан сүт ананың алғысы шексіз еді. Милади 575 жыл. Әзірет Мұхаммед 4 жаста. Жалғандығы жалғыз жұбанышымен қайта қауышқан ана көңілі көтеріңкі. Жарынан жастай қалып қара жамылған Әминаның бар тілегі Мұхаммедтің жетімдік ауыртпалығын тартпай бақытты өмір сүруі еді. Жаратқаннан жатса тұрса соны сұрайтын. Әкесінің жоқтығын сездірмей бар күшін баласының тәрбиесіне жұмсайды. Алайда үйдің сәні мен берекесіне айналдырған нұр жүзді бүлдіршін анасының қас қабағына қарап орынды сөйлеп, реті келгенде көмектесуден тайынбайтын. Әсіресе тазалыққа жаны құмарлығы анасын қайран қалдырады. Әзиз Әмина бірінші жаратқанға, сосын Халимаға шексіз ризалығын білдіріп, шүкіршілік ете түсті. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өз қатарларының арасында да ерекше, кішкентай жасына қарамастан көпшіл, әлсізді қолдаушы болып танылады. Әке қабірі басында. Болашақ пайғамбарлар сардары 6 жасқа аяқ басқан. Жаздың шуақты күндерінің бірінде Әмина Мәдинаны зиярат ету қажеттігін ойлайды. Көптен көкейінде жүрген мақсаты нағашы жағынан бірнеше атадан туысатын нәжарлардың амандық саулығын білу және сонда жерленген асыл жары Абдулланың қабірін зиярат ету. Жан дегенде жалғызы Мұхаммед пен қызметшісі Үммі Айманды ертіп жолға шығады. Сапарға шығарда Әминаның көңілі алабұртып, енді қайтып оралмастай көрші көлеммен жылап-сықтап қоштасады. Тіпті жолға шыққан соңда ұзап кеткенше артына қарайлап береді. Шаршап, шалдығып Мәдинаға да жетті. Тікелей нағашылары Нәбиғаның үйіне түседі. Нәбиғаның ауласына кірер-кірместен күйеуінің мазарын құшақтай құлаған Әмина көпке дейін солығын баса алмай өкси жылайды. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алғаш рет жетімдік зарын сонда сезінеді. Бала көңіл бір көруге зар боп кеткен әкесін жоқтап езіледі.